Саламатсыз ба? Қайсыз? Таныс қой, Мақсат. Әнім ғой? Қаншын? Динара. Динара Сатжан. Сіздің ана ютубтағы қайкеріңіз көреміз? Тоже интервьюларыңыз. Актриса, әнші. Кім Алибековтермен де? Подаман ба, сондай проекттер тұрасыздар ғой? Тоже мен Динара Алжан. Динара Алжан. Сатжан де басқа. Ол басқасы ма? Мен ойлап қой, танымал дегенге қандай. Ән жазық дегеніміз ғой. Не ғой, помните, ана Дайын. алдындағы жоқ аранжировкасы что-то не то болып тұр да. И кім дауысын екенде қозғаған кезде. Сен аранжировкасын тыңда да қазір. Айтшы сен дауысын тыңдап көрейік бірінші. Дауысың келе ма қалай? Тыңдап көрейік. Ән ба? Новый ән ба? Новый ән ғой. Несі? Ұстап тұрайын ба? Ұстамай ақ қойын. Вежілік емесмен мен ұстап тұратын, Вежілік ұстап тұрайын. Бір-екі рет дайындау, қайта қазір дауысын жазайық. Дауысын жазғаннан кейін не қыламыз ғой? Үстінен добавлять ете береміз да? Қосатын нәрсені қосамыз, потом. Сіз актрисасыз ба сонда? Актриса. Әнші ғой, әнші. Әнші? Көптеген әндері бар бұның. Иә? Вообще істеп. Өзінің подписчиктерінің өзі бір 1 миллионнан асады. Қой үшіп? 1,5 миллион подписчигіңіз бар ма? Бұл зор екен ғой. Отырсаңызшы онда? 1,5 миллион подписчигіңіз. Отыра көр бұл, лучше тұрып айта көрсін. 1,5 миллион подписчик бар дегенге. Пока қазір дауысын жазып алайық. Пока дауысын ашып дайындалып ал, Ән ба, неме? Патриотический ән жазатқан ғой. Менде вообще жоқ та. Соған. Негіз бір хит болған әндеріңіз бар ма? Жалпы? Хит жоқ, бірақ әйтеуір әнін көп десеңізші. Тиктокта бұның әндері деген ұрып тұр ғой, просмотрлары. Қайсы еді анау? Дөңгелек. Дөңгелек? Домалақ дейді әнді білем? Домалақ па бір ана кімнің бір қыз айтатын? Дөңгелек деген әні бар. Жер шарында дөңгелек деген бір өлең бар. Жер шарында дөңгелек. Қара кезеттің өлең ғой? Кавер ғой. Каверге ма? Бірақ Динараның айтуынша тарады, халыққа жақсы тарады. Айтуымен. Сен ойлаймын деген әнім бар. Сен ойлаймын. Жалпы хит болып кетті дегенім ғой? Тыңдап алыптын да бұрын соны естіп. Хит болса естетеді құраға. Біз таңғалам ба кейбір андай әншілерге ше? Ән жаза береді ғой да, өзімше. Сіздер сияқты. Қанша әніңіз бар? Мен 30 шақты, 40 шақты бар ма? 40 әні бар. Ойбай, 40 әні точно айтыппын ғой да мен. Жоқ, ана мен таңғалам ба кейбір әншілерге 40 шақты мысалы әндері бар да, бірақ біреу де хит емес. Бірақ шығара береді әндердің бәрін соғанша ақша болды. Қазір бір тыңдап. Мына жерде. Сөзін саған беруін, иә. Пока мынау демо ғой, демо. Сөзі жақсы бұл ән. Қазір мен саған сөзін жіберіп едім ғой, Алдында неде айту керек едім ғой. Біреу жазды ма әнді, әлде өзіңіз жазып беріңіз бе? Жоқ, бұл әні авторы бар, бөлек. Соны ұрлап өтмей. Просто жоқ, автор болғанда әнін сөзін шығарып берген ғой. Маған берген, мен Динараға айтқызбадым да қазір. Типа басқаша патриотический ән керек дегеннен кейін Динараға осы әнді ұсынған ғой. Бұны дауыс жазайын жатсыздар ма болған сонда? Қазір дауыс жазамыз. Жоқ, дауысын қайттан жазамыз. Алдында бір жазып көргенбіз. Неге оны мен сокысын алып живой айта бермейсіз да? И так-то живой айтады ғой. Қазір бұл сайттарға, нелерге салғанға дауыс по-любому жазылу керек та ол. Сайттарға саласыздар ма? Сайтқа салады, радиоға береді дегендей. Ой, радионы кім тыңдап отыр ма? Радио өзі, халық? Тыңдайды ғой. Сөз бар ма? Біз өзіміз тиктоктан тыңдап беремін қоғаннан кейін. Мен саған жібергем сөзін. Или тағы жіберейін ба? Жоқ, бар менде сөз. Айтып көрші қазір. Сейчас сор. Вообще. Көңілде шалқыла
қыранның Оғызы өркеуде тұранның Бабалар заңына Ана уже сен екінші рет жасадың ба? Қайтадан жасадың ба? Иә. Сөзін шығар, сөзін. Бұл ана патриотический. Жоқ, бұл А, патриотический. оны тойға емес пе не? Жоқ, А, мен тойға екен деп тұрмын ана. Жоқ, патриотический ән ғой. А, Сөзін шығаршы, сөз. Мен сөзін че таппай отырмын. тойға шығармайсыздар ма? Той қазір тойда ғой бәрі, ақшаң бәрі. Патриотқа ешкім патриотический ән де керек қарасың. Мен беріп жасырай. Неге? А, живой тастар ма? А, Да, живой, да, фонограмма, где? Да, фонограммный, где не надо. жаңағы просто көп әншілердің андай бір әншіні шақырғанбыз ғой тоже ақшасын беріп жаңағыдай $1000-ға ма $10,500-ға келіп фонограммамен аузын жыбырлатып та кетіп қалды да просто айтады Ауылдың жыбырлатып дейді олар айтады. жоқ оның бір сылтау андай типа нет аппаратура сәйкес келмейді дейді да сонда қандай аппаратура керек деймін ғой әншілерге Жоқ, енді по-разному. О, фонограммамен айтудың өзі де. оңай емес па Фонограммаға ауыз жыбырлату оңай емес қаншама деп дайындық шығып ауыз жыбырлатудың өзі оңай емес деп таптың ба сөз? Жоқ, таппадым что-то. Жіберші. Переписканы кетіп тастағанмын ғой мен. Көрші бақын сен. Жоқ, вот это. сөз жазып берейін ба мен жаза аламын сөз Жоқ, ой зор жазамын ғой сөз сіз қайда жұмыстайсыз? мен Бұл жігіт блогер ғой. музыкантпын ғой блогермін ба музыкантпын ғой негізі деп ше жаңағы мен айтамын музыкаға хабарым жоқ просто блогермін ғой енді кішігірім андай өзім аудиториям бар 2800 подписчигім бар Қалай? 2800 подписчигім бар 2800 Жоқ, 1 миллионға жақын кәдімгі қалжыңдап тұр ғой. ей шын 2800 подписчигім бар Инстаграмда. Бегімхан 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 Бегім деген мағынасы күшті Бегімхан фамилиям ғой Бегімхан деп 800 мың почти подписчигім бар. 800 мың подписчигі бар ғой әзілдеп жатқаным Бұл жалпы машина барды. блогер ғой. мен машинамен алсам өзім Машина. ССО-да жұмыс істеймін да ССО-да Қызылорда Қызылорда? иә Қызылорданың Қызылорданың ар жағында Әңгіме, Байқоңыр. өлеңді. Төреғали танисыз ба қойыңызшы Төреғалимен ба Төреғали Қайнысы ғой. нем ғой братан ғой Төреғали братаным ғой өзім жақсы араласамыз былайша бірақ танымайды бірақ мені ұмытып қалған шығар біз баяғы мектеп кезінде жақсы араласқанбыз кабинетіміз былай болған ғой мен де сол сөйтіп тұрдым да ол да біз мектепте бір оқыдық бірге оқыдық та кабинетіміз осылай болды ғой жақын ғой просто Төреғали болады білген жоқпын да жақсы араласатынмын да өзім араласпадым қатты онымен мектеп кезінде просто әнші болып кететінмін қақтамайды әнші болған бүйтіп хит болып кететін болса араласатын да болмайды шын ғой просто андай Талант қой ол. ой ол мықты талант қой енді мойындау керек мақтанамын ғой ол Төреғалимен Давай көрейік, Вау деп басына қосу керек қой мына жерге ше мәге деп басына ма сондай ма еді басы негізі Макс. мен бәкеңді тұтқанмын ғой бәкең бір жерге барып қояйықшы да соны күте тұрғанмын ғой Не ғой? Ма? Шыға тұрасың ба? жоқ болды мен демеймін ештеңе демеймін дайындалыңыздар Мен просто дауысым дұрыс нетіп кетті да. болды Суып тұр ғой че-то. жоқ ұялмай ақ қойыңыз ондай қатты ұят жоқ Суып тұр ғой че. мен шетпеймін иә болды ұят сіздердің уақыттарыңыз қалмайды қоя тұрыңызшы пауза қоя тұрыңызшы бәке алло иә жоқ бәкең жаққа қарай қалған едім ғой бәке қоя тұрыңызшы мен мешайт отырмын сөйлесеңізші аха ей жоқ мен моктың жағына апарып тастадым ғой иә моктың жағына апарып тастадым да сосын осы жаққа қарай келдім ғой Макс. Kanka bak bir şey tasdik. Söyleyip bir arkadaş. Aha.
Болды. Хорошо. Нема 2000 теңге шыға ма Каспийде? Болса маған жібере салшы. Маған болғанда маған Simple-ға жібере сал, менде Каспий жоқ қой. Сияқтымыз ғой екеуміз. Simple-ға жібере салыңызшы. Мен жіберейін ба Simple-ды, несін, нөмірін? Каспий менен черный список қой просто. Болды, я күтемін. Давай, от души. Жайлау дейді. Не қылдыңдар кеше айтпақшы, ана балыққа бардыңдар ма? Машина таппадыңдар ма? Атқан барып кепті ғой, зор балықтар кепті, сазан алып кепті. 8-де. Сазан ба? 6-ларда басталады. Давай. Бол пәке. Бұл сами шетеп жатқан жоқпыз ғой? Жоқ пәке. Давай. Бас жағына ше бәке, домбыраға қосып жүру екен, Қосамыз ғой. Андай ше, күймен ше, қобызбен бірге ше. Қобыз ше, бас жағына басылады ғой. Қобыз астына қобыз қосып, домбырамен ше. Домбыра кетсе, зор кетеді. Я просто өзім тоже андай музыка жағына негізі хабарым болмаса да ше, не істеймін? Жақсы қалған былайынша музыканы. Қалай мен баяғыда қайраттың достар ше, тоже ақыл алатын, мен айтып тұратынмын, братандар ғой, былайынша танимын. Кей кезде әндеріне баяғыда бір әні бар еді ғой, хит болған қатты. Ана жаралы жүрек бет. Қандай әні бар еді? Жүрегіңнен бір орын. Сол жүрегімнің бір орын бер ше. Кім? Сол кезде мен осы мына жерін бүйтіп айтсаңшы Қареке деп айтқан кезде идеяға мен тоже сондай. Қарекеңді тыңдап тұрды, бұл дұрыс айтасың, бірәшке деді да. Тура сөйтіп айтты да көреді ше. Идея айтып жүрсең Динараға. Сол айтып жатыр да, бас жағынан ана. Кейін жаңағыдай есен ие болатса, домбырамен бас жағынан домбырамен бастасаңыз болады ше. Қобыз қосып Әлі жүрсеңіз. электрогитара қосамыз. Кішкене патриотический болған бір дух береді. Домбыра, бас жағына, я. Домбыра по-любому Қолыңызда тұр болсын, аранжировка істейсіз ғой сізде. Бас жағына домбырамен ше. Домбыра, қобыз, бардақ болып кететін сияқты. Жоқ, онда хотя бы сол домбырамен қобыз қосып жүрсеңіздер арасына. Бір дудукты қосып жүріңіздер. Іші зор Так, кетеді. мына жақта патриотический звуктер көп. Қараңызшы. Пойыздың дауысы шығады екен, дүдік. Тоқылдақтың дауысы болады баяғы ше. Дүдік. Тоқылдақтың дауысына аласыз ба екен? Не қыласыз? Дух береді, звуктер ғой бұл. Жақсы екен мынау. Домбыраны живой ойнатайды да онда. Бас жағына. Жоқ, пока домбыраға әлі ерте бірінші дауыс жазып алайықшы деп отырмын да. Жоқ, жазып аласыздар ғой, просто идея ғой менің ана айтып жатқандарым ше. Бәке, мен идеямды алып қалыңыздар, мен просто идея постоянно айта бермеймін. Мен идеям өзі андай ғой, өзім анау адамдарға айта бермеймін да ше, вообще. Былайша андай ғой, чисто өзім настроением болған кезде ғана идея айтамын да, айтса атаққандай идея айта бермеймін да, оны идея айтудың өзі қазір ақша ғой, негізі. Тегін айта бергім келмейді да. Дайындалып алмайсыздар ма, сразу запись жаза бересіздер. Жоқ, біз жазамыз қазір. Дұрыстайтын Дұрыс айтасыздар ғой. Жоқ, пока микрофон мен емес, былайынан. Минуспен айтып дайындалғыш кішкене, иә? Балалар заңына бағынып қайтпа. Бас идің сөзіне құран. Жалын дескен дейтін әнге ұқсайды екен, жалын дескен, қайда жүр құрдастар дейді ма? Сен басқа гармония бөлек қой мынадан. Иә? Жоқ, ұқсайды екен да. Құрдастар дейтін ән бар еді бая, ескі әнші. Жалын кешкен, жалын дескен, мен айтып мен негізі тоже әншімін негізі. Талант бар да просто бәкеңдер байқамайды мен талантымды. Ән сол айтып жатырмын ғой негізі мен андай әнші болатын адаммын ғой ше. Ән андай не жақта, таныс жақта просто. Таныс болса. Талант бар ғой менде. Әніңізді жаздыңыз да, қазір бәрі сөйтіп кетіп жатыр ғой, ютубпен танымал болып. Қазір танымалдар менсінбейді ғой. Көп достарым хит болып кетті, менсінбей кетті бәрі мен. Тоққа салыңыз әндеріңіз, жаздыңыз да. Көп достарым бар мен.
бала бағанағы айттыңыз ғой неге жазып береді деген. Неге ұқсайды екен, индийский ма? Қазір. Просто енді сіз жаңағы танымал театр театр дегенге мен сол танымал болған күтіп отқан болсынша танымал болса хотя бір ән естейік та деген ғой. Танымал деп. Білмеймін, бәкең ойбай танымал адам келатыр, мына жер тазалап қой, мына мусордан шығарып тастайды деп жаңағы сонша тазалапты да осы жерді мусордан шығарып тастайды ма? Просто соның еңбегім бар ғой деп қанағым ғой. Жоқ болса мен жаңағы мусордан қайтадан келіп өзі шығарып тастайды далаға мусордан болса. Ұят қой, сонша адамды алдап танымал бірдеңе деп мен танып тұрған жоқпын бұл кісі. Ән болса тыңдадыңыз маған? TikTok'ты жарған бұл, если 600-700 просмотр жинап тастады ғой. Ой, жақсы екен ғой даусыңыз. Рахмет. Ой, тыңдадым ғой мен, тыңдадым. TikTok'та болды ғой, хит болды ғой TikTok'та. Сіз осыны айтасыз ба? Осыны орик дегенде, орик. Оны отырыңыз мына жерге. Танымал екенсіз ғой, мына жерге отырыңыз. Жоқ, отырыңыз. Отырыңыз. Дауыс жазып тұр. Дайындау алайықшы, репетиция жасау алайық. Танымал болғаннан кейін әнші болғаннан ұялмау керек қой деймін да. Сіз енді халықтың алдында өлең айтып жатырсыз. Жоқ, халықтың алдында бөлек, запись студияда бөлек қой негізі. Қанша жоқ, енді запись мен сурет тұрсам мен даусым жазыла қоймайды деп алып тастайсыз ғой. Типа енді өлең айтқан ба? Жоқ, енді запись қой, запись. Жоқ, енді запись бола береді. Сіздің даусыңыз алып қалып, менікін алып тастай салады ғой. Қиып тастай салмайсың бәке. Важный момент бар. Бұл видео. Везде. Барлық жерде мен соны прошу негізі бар ғой. Жазылып қойған негізі саған ничего. Сіз осы запиське алып қойып бердіңіз. Түркке жазылған ғой негізі. Қойыңызшы. Мен сіздің уақытыңызды алып отырмын ба, типа 1 сағат бойы. Жоқ. Болды онда айта берсеңізші, онда неге проблема жоқ қой. Өзі кешігіп келді бұл ше. Сол ғой иә, өзіңіз кешігіп келдіңіз, сонша 1 сағат күттік қой мына жерде отырып. Тем более кешігіп келіп өзіңіздің кінәңіз ғой, менің кінәм емес қой. Жоқ, айта беріңіз. Жоқ, қазір дайындау алайық. Жоқ, мен запиське бәкең күтіп тұрмын айттым ғой жаңа бәкеңе. Онда да ертеңге уже пробка ұсталып кетті қазір мен пока жетіп алайын, онда ертеңге жазайын. Жоқ, ертеңгі уақыт болмайды. Хотя бы қазір жарты сағат қой. Ол жарты сағат. Жарты сағат тұра тұрамын ғой үндемей. Жоқ, енді өзім. Мен кешігіп келемін. Өздері әңгімелерін көрмейді? Жарты сағатта шыға тұрасың ба? Өзім спец алайын деп. Болды. Қазір. Болды, смело. Болды. Сен... Тез там где-то 15 минут. Болды. Смело. Рахмет. Походите, мне еще решение. Қазір. Пока хотя бы бір қайталап айтып Динара. Не етіңізші, өзім. Шамында жазып жатыр уже, маған неге бару керек. Не өзім. Мен шыққан күтіп тұрсамасыздар? Мен шығым керек пе еді? Қазір бір 15-20 Пахонтиға келген бе? Давай, жүріңізші. Бұл жай ғана пранк болды. Әйттіңізші. Салют. Сізге гүл алмай қойын деді, гүл алайық деген бәкең айтады. Гүл, ол кісі тәтті жақсы көреді дегеннен кейін ренжімеңіз, бұл пранк болды. Мына тәтті сізге, мынау тәтті сізге. Өзіңіз тәтті жақсы көреді екенсіз, тәттімен шай ішіңіз, айып етпеңіз. Жай ғана пранк қой, мен өзім кішкене пранкермін дегенше. Айып етпеңізші. Тәтті сіздің 1 сағат уақытыңызды алып қойдым ше, айып етпеңізші. Мен өзім отырмын. Негізі ертең жассаң да болады сайыпсыз. Негізі танымал кісілермен пранк жасап көрмеген. Но енді бірінші рет осылай танымал кісілерге жасалтқаннан кейін өзімді ыңғайсызданып, ұялып. Сіздің алдыңызда сізден өзім ұялып отырмын. Мә саған танымал жасап
ренжімеңізші, айып етпеңізші. Өнеріңізді бағалаймыз, құрметтейміз, сыйлаймыз. Кішігірім бұл пранк болды. Енді бәкеңе келіп тұрғаннан кейін мен де сол моментті пайдаланайын деп. Айып етпейсіз ғой. Мына видеоны шығара берсек бола ма? Видео түсіріп негізі біз. О, төбеде видеоны көрдім. Ана жоғарыда, ана тұр. Камера. Камера ғой. 5 жыл күн басты, әлі қойғанымыз керек. Сізді байқамасын деп. Айып етпеңіз, ә? Шығарсақ бола ма? Онда артық ештеңе болған жоқ, дым болған жоқ, просто әшейін әзіл. Онда қатты артық кеткен жоқ деймін. Мен записке келген кезде бағойды всегда этого. Ешкім отырмайды. Ешкімді отырғызбаймын ғой мен. Просто біз записте деген не Мен бәкеңе өзіне андай істедім да, жаңағыдай өтініш айттым да. Бәке жақын арада кім бар списокте әншілерден, который сізге келіп запись жазатын деп. Осы кісі дейді, онда бірінші динер алжан мен онда пранк жасайық дедім да.